Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Арайлым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте оңай әрі жылдам 20 минутта дайын болатын ыстық астың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ең алдымен ыстық тамағымыздың гарнирін әзірлеп аламыз. Мен гарнирге картопты суға пісіріп, артынша езіп алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша гарнир әзірлесеңіздер болады. Ендігі кезекте тауықтың төс етін алып, жуып, пышақтың көмегімен екіге бөліп, әрбір бөлігін пышақтың көмегімен кескілеп аламыз, дәл видеодағыдай. Мінеки біздің тауықтарымызды кесіп алдық. Енді пергамент қағазын пайдаланамыз біз. Пергамент қағазымызды тауығыңыздың етіне байланысты кесіп алып, үстіне сұйық май жағып, тамызып, кисточканың көмегімен барлық жерін майлап аламыз. Толықтай майлануы қажет қағазымыз. Енді осы майланған қағаздың үстіне үйдегі бар дәмдеуіштерді салып шығамыз. Мен қара бұрыш септім, кептірілген ас көкті септім және тмин септім. Бұл асты сіздер мерекелік дастарханға немесе туған күнге қонақ шақырсаңыздар, дастарханға ұсынсаңыздар, өкінбейсіздер. Қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Мінеки қағазымызды болдық сеуіп, ендігі кезекте етімізді екі жағынан тұздап аламыз. Тұздалынған етті осы қағаздың ортасына орналастырамыз. Мінеки біздің етіміз пісуге әзір. Енді осылай қағазымен қоса құрғақ табамызға орналастырып, қақпағын жауып пісіреміз. Табамызға майдың да, судың да қажеті жоқ. Өз жаңағы майымыз, қағазға жаққан майымыздың өзі осы тамақтың пісуіне жеткілікті. Тауықтың еті өте жылдам піседі. Сондықтан шамамен 20 минутта біздің асымыз дайын болады. Тауығымыздың өзінің сөлі де бөлінеді, иісі де керемет болып шығады. Мінеки бір жағы пісті, екінші жағына аудардық. Мінеки біздің асымыз пісті. Енді тарелкамызға салып, гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Қазір ортасын кесіп көрсетемін, ортасының піскендігін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің арнамда әлі талай өте оңай пісіретін рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Арайлым ас болсын.